Қалайсың достым, сен көңіл-күйіңді құртатын зат айтайын ба? Сенің смартфоныңда 1% қалды. Қазір сенің смартфоның өшіп қалады. Қиын жағдай, Бүгін біз осы видеода сенің смартфонының батарейкасының пайызын қалай көпке, ұзаққа шыдауға болатын туралы жасырын құпия кеңестерді айтатын боламыз. Осы видеодан кейін сенің смартфонының батарейкасының пайызы көпке шыдайтын болады. Видеоға лайк басып, біздің каналға жазылып, осы видеоны 10 досыңа жіберсең, бастайық. Бірінші бізде кеңес, достар, қалай сіздің батарейкаңыздың пайызын көпке шыдатуға болады. Яғни ол соткаңыз таңертең 100% болып, кешке шейін бір 40-50% болып қалатындай қалай істеуге болады. Ол үшін бірінші тәсіл бұл жерде сізге келеді push уведомленияларды өшіріп тастау. Push уведомления келген сайын сіздің батарейкаңызды көп жейтін болады. Яғни Mail.ru-дан, жаңағы қаншама сіз қолданатын программалардан push уведомлениялар өшіріп тастауыңыз қажет. Бірақ ол бір жағынан көмегі де бар. Сіз ешқандай заттарды құр жіберіп алмайсыз, өйткені болып жатқан жаңалықтарды сіз push уведомление арқылы біліп отырасыз. Бірақ ол сізге керек емес болса, сіз күнде push уведомленияны алып тастайтын адам болсаңыз, міндетті түрде push уведомленияны алып тастаңыз. Сізге ол қажет емес. Оны алып тастасаңыз, сіздің телефоныңыздың жұмыс істеу пайызы 4 есеге жақсарады екен. Сонымен қоса бұл жерде push, GPS, Wi-Fi-ды да, Bluetooth-ды да өшіріп тастасаңыз болады. Бұл сіздерге қолдану барысында керек емес болса, міндетті түрде Wi-Fi, Bluetooth, GPS-ді да өшіріп тастасаңыз болады. Керек және қажет уақытта сіз кез келген уақытта оларды қоса аласыз. Яғни Wi-Fi керек болса Wi-Fi-ды, GPS керек болса GPS-ті, Bluetooth керек болса Bluetooth-ті қоса аласыз. Керек емес кезде міндетті түрде оларды өшіріп тастап отырыңыз. Екінші бізде кеңес, ол вибрацияны өшіріп тастау. Яғни телефонда вибрация көп ойнаған сайын сіздің смартфоныңыздың батарейкасы тез отырып қалады. Бір жағынан сізге вибрация керек те емес. Қазіргі таңда сіздің смартфоныңызда вибрация режимі қосылып тұрса, оны міндетті түрде өшіріп тастаңыз. Жай қоңырауға бір қатты шығатын дауыс қойып қойыңыз, немесе үнсіздікке беззвучный режимге қойып қойыңыз. Үшінші бізде кеңес, блокировка режимін тез қойып қою. Яғни автоблокировка. Өздеріңіз білесіздер, қолданбай былай телефонды ұстап тұрсаңыздар, белгілі бір уақыттан кейін телефон өшіп қалады. Яғни бір минуттан кейін, 2 минуттан кейін сіз ол жаңағы тез блокировка, автоблокировканы сіз өзіңіз қоясыз. Сондықтан соның ішінде автоблокировканы таңдау барысында ең минимальный режимін таңдаңыз. Яғни 15 секунд, 20 секунд. Бірақ кейбір телефондарда 10 секундта бар. Сол ең минимальный секундқа қою арқылы сіз өзіңіздің смартфоныңыздың тез отырмауына көмегін тигізесіз. Төртінші бізде кеңес, бұл жерде жаңағы сіздің телефоныңыздың жарығын кішкене болсын төмендету, яғни яркостін азайту. Бұл жерде яркостін азайтқан кезде сіз өзіңіздің көзіңізге де зор көмегін тигізіп қана қоймай, бір телефоныңыздың батарейкасының көпке шыдауына да бірден бір әсерін тигізесіз. Және сіз бұл сіздің және денсаулығыңызға, басыңыздың ауырмауына тікелей септігін тигізеді. Сондықтан сіздің батарейкаңыз көпке шыдасын десеңіз, оның жарық яркостін азайтып қойсаңыз болады. Бесінші, фоновый обновленияларды өшіру. Яғни қазіргі таңда біз алып жүрген смартфондарды өздеріңіз білесіздер, Play Market бізге Instagramның, VK-ның, Facebook-тың жаңа версиялары шықса, олар өздері сіздің рұқсатыңыз обновленияны өздері жасай береді. Бұл бір жағынан дұрыс емес. Қаншама YouTube, WhatsApp барлығы обновление тұрады да, сіз Wi-Fi қосқан бетте оның бәрі обновленияға кіре береді, интернетке қосылсаңыз болған. Ал сол уақытта сіздің батарейкаңызды ол бір 50%-ін сол мезетте жұлып алуы мүмкін. Өйткені әр бір затты жазып алған сайын сіздің батарейкаңыз кетіп отыратын болады. Ол біріншіден сіздің смартфоныңызға нагрузка, екіншіден мобильданыңыз қосылады және батарейкаңыз тез отырып қалады. Пайызы. Ол үшін өзіңіздің Play Market-іңізге кіріп, iOS болса App Store-ға кіріп, настройкасынан сіздің рұқсатыңызсыз ешқандай обновление жасамау керек деген пәрменді басыңыз. Сіздің рұқсатыңыз ешқандай приложениялар обновление жасалмай және сіздің телефоныңыздың зарядкасы сақталатын болады. Достым, видеоның ортасында біздің каналға жазылуды ұмытпа, өйткені біздің каналда саған керек заттар мен ақпараттар біздің каналда. Бұл видеоны достарыңа жіберуді ұмытпа. Бұл жерде бізде 6-шы кеңес, бұл енді кейбір адамдарға қиын кеңес болуы да мүмкін, мобильный данныйды өшіру, яғни интернетті өшіру. Кейбір адамдарға бұл
енді қолданбауы да мүмкін, бірақ кейбір адамдар интернетті қолданбаса да мобильный данныйды қосып қояды. Ол тікелей, сіз мобильный данныйды қосып қойсаңыз, тікелей түрде сіздің смартфоныңыз тез отыратын болады. Егер сіз интернетті қолданбай, сізге керек емес болса, міндетті түрде мобильный данныйды өшіріп тастаңыз. Өйткені ол сіздің батарейкаңыздың пайызын тез отырғызады. Ал егер де сіздерге мобильный данный керек болса, сіз керек уақытта қосып, керек емес кезде өшіріп тастай аласыз. Ол белгілі нәрсе. Ал енді бізде 7-ші кеңес, сіздің смартфоныңыз міне отырайын деп тұр. Сізге телефон қатты керек болса, сізге авиарежимді қосып қоюға болады. Авиарежимнің артықшылығы, басқалардан барлығынан артықшылығы, сіздің смартфоныңыздың батарейкасының мүлдем отырғызбауға да болады. Яғни сіз 70% авиарежимді қосып қойсаңыз, сіздің смартфоныңыздың жаңағы ұстап қалуы көпке шыдайтын болады. Телефон қатты керек кезде авиарежимді қосып қойып, керек кезде ғана авиарежимді алып тастап, сол уақытта қолдана аласыз. Яғни сіз телефоныңызды қолдану процесін пайызын көпке шыдатасыз. Бұл өте керемет тәсіл. Бірақ авиарежимнің минусы, сізге кіріс қоңыраулар және сізге ешкім хабарласа алмай қалады. Және де бұған қосымша тағы бір кеңес, сіз зарядкаға қыстыру барысында авиарежимге қосып қойсаңыз, сіздің смартфоныңыз тез заряд қуат көзін алатын болады. Керемет. 8-ші бізде кеңес, бұл сіздің смартфоныңызға сигналды іздеттірмеу. Сіз бір сигналы нашар ұстайтын жерлерге кіретін болсаңыз, жаңағы сіздің сим-картаңыз бір ең самый оптимальный сигналды іздеп өзінің күшін жоғалтады. Сол арқылы нагрузка, жаңағы зарядкаға түсіретін болады. Сол үшін сізге бір сигналы жаман, нашар ұстайтын жерге, сигнал ұстаймайтын сет жоқ жерге баратын болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің жаңағы самолет, авиарежим, полетқа қойып қойыңыз. Ол сіздің смартфоныңыздың батарейкасының тез отырмауына көмегін тигізеді. Ол ешқандай сигнал іздемейді, ол басын қатырмайды. Ал егер қосып қоятын болсаңыз, ол керек сигналдарды басы қатып, батарейкасы тез отыратын болады. 9-ші бізде кеңес, көп сөйлеспеу. Яғни сіз смартфонды ұстау барысында, егер де сіз жаңағы көп сөйлесетін болсаңыз, адамдармен қоңырау шалып, адамдармен көп әңгімелесетін болсаңыз, сіздің смартфоныңыз міндетті түрде тез отырады. Көп сөйлескен сайын сіздің смартфоныңыздың батарейкасы тез отыруын сіз өзіңізде байқайсыз. Сондықтан сіздерге айтарым достар, нақты тез сөйлесіңіздер. Енді бізде достар 10-ші соңғы кеңес, бұл жерде обойлар, фондарға 3D фон, қозғалатын фондардың қоюдың қажеті жоқ. Егер де сіз өзіңіздің смартфоныңыздың зарядкасының пайызы көпке шыдасын десеңіз, сіз өзіңіздің фоныңызға жаңағы қозғалатын 3D обойлардың қоюдың қажеті жоқ. Ол сіздің тікелей түрде зарядкаңыз тез отырғызады. Өйткені олар энергияны көп жұмсатқызады. Яғни, егер де сіздерге бір зарядкаңыз көпке шыдасын десеңіз, сіз өзіңіздің обойыңызға, фоныңызға қара түсті экран қойып қойсаңыз болады. Батарейканы аз жұмсайтын түстер қойып қойсаңыз болады. Сіз өзіңіздің батарейкаңызға тікелей көмегін тигізеді. Неге қап-қара түс қою ең тиімді деп сұрақ қойылуы мүмкін? Өйткені бұл жерде жауап берейін, пиксельдардың, телефондарда кішкентай пиксельдерден тұрады, сол пиксельдер қара түсте болғандықтан олар жұмыс жасамайды. Ал егер де сіздер ақ түс және түрлі түсті цветтер қоятын болсаңыз, барлық пиксель жұмыс жасау барысында олар қуат көзін жұмсайды. Ал қара түс болса, ол қуат көзін жұмсамайды, пиксель жай қап-қара болып тұра береді. Сонда сіздің батарейкаңызда ештеңе болмайды. Яғни сіздің батарейкаңыз көпке шыдайтын болады. Сондықтан өзіңнің смартфоныңа мейлінше қара фон қойған дұрыс. Және де достар, бонус айта кетейін, бұл жерде егер де сіздің смартфоныңыз тез зарядка алып және зарядка алатын жері бұзылмасын десеңіз, міндетті түрде оригинал зарядкасымен зарядкалап жүрген дұрыс. Өйткені қандай жерден болмасын, қандай зарядка сатып алсаңыз да, ол ешқандай оригинал зарядкасына жетпейді. Ал егер де зарядка таңдау барысында сіз ойланатын болсаңыз, ең қымбатын алыңыз. Өйткені ол осыған тұрарлық. Ал енді тура қазір комментарияға жазып кет, сенде қандай зарядка және қандай қуат көзімен қолданасың, біле жүрейік. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет, каналға жазылғаныңа да рахмет. Келесі кездескенше сау бол достым.